Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Буханова Айда Исабиевна, Алматы облысы Қарасай ауданы Қарасай Батыр атындағы орта мектебінің физика пәні мұғалімі. Балалар, сіздермен онлайн сабағымызды бастайық. Физика пәнінен тақырыбымыз ядролық реакциялар, радиоактивті ыдырау заңы. Оқу мақсаттары радиолық реакцияның теңдеуін шешуде зарядтық және массалық сандардың сақталу заңын қолдану, радиоактивті ыдырау заңының сипатын түсіндіру, радиоактивті ыдырау заңын есеп шығаруда қолдану, сондай-ақ мынадай бағалау критерийлері бар. Өткен материалдарды еске түсірейік. Мына суретте сіз нені көріп тұрсыз? Дұрыс айтасыз. Резерфорд және Джеймс Чедвик. Эрнест Резерфорд ағылшын физигі бірінші болып ол азот ядросын альфа бөлшектермен атқылау арқылы протонды ашты, ал оның шәкірті бериллий ядросын альфа бөлшектермен атқылау арқылы алғаш рет нейтронды ашқан ғалымдар. Осы жасаған тәжірибелерін реакция түрінде жазатын болсақ, мына түрге келеді. Азот ядросы және альфа бөлшегі бірігіп, түрленіп, оттегі изотопын пайда етті және протонды пайда етті. Бериллий мен альфа бірігіп, көміртегін пайда етті және нейтронды пайда етті. Осындай атом ядросының элементар бөлшектермен немесе басқа бір ядролармен әсерлесу кезіндегі түрленуін ядролық реакция деп атаймыз. Ол ядролық реакцияға мысалдар келтірейік. Міне, бірнеше мысалдарды көрейік. Стрелкаға дейін сол жағында ядролық реакцияға кірісетін ядро мен элементар бөлшек тұр және туынды ядро, туынды бөлшек тұр. Альфа бөлшегі немесе гелий ядросы. Сол сияқты мына жерде де сондай түрленулер. Тағы бір мысалдарды қарастыратын болсақ, осы мысалдардың барлығында да реакцияға кірісетін ядролар мен бөлшектердің зарядтарының қосындысы ядро реакциясы аяқталғаннан кейін пайда болған туынды ядролардың және бөлшектердің зарядтарының қосындысына тең. 4-ке 4, 8-ге 8, яғни массалық сандарының да қосындысы тұрақты болып қалады екен. Барлығында да осы екі заң орындалып отыр. Көптеген тәжірибелер барлық ядролар реакциясында электр зарядының және массалық санның сақталу заңдары орындалады екен. Реакцияға түсетін ядролардың және элементар бөлшектердің электр зарядтарының қосындысы реакция өніміндегі электр зарядтарының қосындысына тең. Сондай-ақ массалық сандарының қосындысы да тұрақты болады екен. Олай болатын болса, осы заңды қолдана отырып, мына реакциялардағы жетіспей тұрған элементті жазыңдар. Реакциядан кейін 26 және 0 қосындысы 26. 26 шығу үшін мына жерде 1 деген сан жетіспей тұр. Реакциядан кейін массалық санының қосындысы 57. 57 болу үшін жерде 2 жетіспей тұр. 1-де 2. Ол қандай элемент? Дейтерий элементі. Сол сияқты қалған реакциядағы жетіспей тұрған элементтерді табыңыздар. Олай болса тексеріп көрейік балалар. Мінекей жетіспей тұрған элементтерді анықтадық. Ядролық ыдырау және ядролық бөліну, олар бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Ядролық ыдырау дегеніміз ол табиғи болып жатқан процесс, ал бөліну ядроны нейтрондармен атқылау арқылы түрлендіру процесі болып табылады. Ядролардың өз бетімен түрленіп альфа, бета және басқа да бөлшектермен сәулелерді шығаруын радиоактивті ыдырау деп атаймыз. Радиоактивті изотоп ядроларының тек жартысы ыдырайтын уақытты изотоптың жартылай ыдырау периоды деп атаймыз. Радиоактивті ыдырау заңының формуласы мына екі түрде жазуымызға болады. Мұндағы n нөлевой бастапқы ядролар саны, n дегеніміз соңғы ядролар саны,
Т кез келген уақыт, үлкен Т жартылай ыдырау периоды. М болса соңғы масса, М0 бастапқы масса. Мына график ядролар санының уақытқа тәуелділік графигі болып табылады. Бастапқы ядролар саны N0 еді. Оның тең жартысы ыдырауға кеткен уақытты период деп, жартылай ыдырау периоды дейді екенбіз. Мына мысалда 5 сағатқа тең. Тағы сол сияқты тең жартысы ыдырауға 2 жарты ыдырау периоды кеткен. N0 4-ке 2 уақыт кеткен. Олай болатын болса, балалар, қазір сіздермен бірге бейне жазбаны тамыр. Радиоактивті ыдырау заңы радиоактивті ыдырау жиілігі мен уақыт және радиоактивті атомдар саны арасындағы байланысты білдіретін физикалық заң болып табылады. Тәжірибе жүзінде заңды 1902 жылы Эрнест Резерфорд және Фредерик Судди ашқан болатын. Бұл еңбектері үшін ғалымның әрқайсысы Нобель сыйлығының лауреаты атанды. Радиоактивті өнімнің біреуін бөліп алып зерттеген кезде, оның қандай радиоактивті заттан құрылғанына тәуелсіз, уақыт өткен сайын геометриялық прогрессия заңымен активтілігі төмендейтін анықталды. Бернулли теоремасының көмегімен ғалымдар ядролардың ыдырау жылдамдығы әлі ыдырамаған ядролардың санына тәуелді деген тұжырымға келді. Радиоактивті ыдырау заңын формула түрінде келесідей көрсетуге болады. Мұнда N ізденіп отырған ыдырамай қалған ядролар саны, N0 алғашқы ядролардың саны, кіші Т радиоактивті ыдырау байқалатын уақыт аралығы, үлкен Т жартылай ыдырау периоды. Ядролық энергияны босатып тәжірибеде қолдану үшін уран 235 ядроларының маңызы өте зор. Себебі уранның әр ядросы бөлінгенде аса мол энергия босап шығады. Ауыр ядролардың тізбекті бөліну реакциясын жалпы түрде сипаттайық. Уран 235 ядросы баяу нейтронмен соқтығысқан кезде оны ядросына қосып алады да өте орнықсыз қозған күйге ауысады. Соның салдарынан бірнеше жарықшақтарға бөлінеді. Мысалы, барий 142 және криптон 92 ядролары бөлініп шығады. Сонымен бірге реакция кезінде тағы 3 нейтрон пайда болады. Себебі жаңадан пайда болған жеңіл ядролардағы нейтрондар саны табиғи нормаларынан артық болады да, олар бірден 3 нейтрон босатады. Бөлініп шыққан нейтрондар келесі ядроларды жарады. Бұл кезде одан да көп барий мен криптон ядролары және көптеген артық нейтрондар пайда болады. Босап шыққан нейтрондар келесі ядроларға қосылып, олардың жарылуына келеді. Осылайша, туынды нейтрондардың қатысуымен ядролардың тасқынды бөлінуі жалғаса береді. Бөліну кезінде босаған энергия туынды бөлшектердің кинетикалық энергиясынан және гамма кванттардың электромагниттік энергияларынан тұрады. Қазір балалар радиоактивті ыдырау заңының формуласын қолдана отырып, кітабыңыздағы 38-ші жаттығудың 3-ші есебін шығарып көрейік. Тас көмір кенінің көміртегі 14 радиоактивті ядроларының саны 8 есе азайған кездегі жасын анықтаңыздар. Кітабыңыздың соңында 4-ші кесте бар. Сол 4-ші кестеде көміртегі үшін жартылай ыдырау периодын табатын болсақ, 5730 жылға тең. Берілгенін жазайық. Көміртегі изотопы 14, N0 бөлінген N тең 8-ге, бастапқы ядролар саны соңғы ядролардан 8 есе артық, жартылай ыдырау периоды берілген, уақытты табуымыз керек. Талдау. Радиоактивті ыдырау заңы осындағы бөлшектің бөліміндегі мына 2 дәрежесін біз N мен орын алмастырсақ, онда теңдеу мына түрге түрленеді. Және мұндағы N0 бөлінген N-нің орнына берілгендегі 8-ді қоямыз, 8-де 2-нің 3 дәрежесі деп аламыз. Сонда негіздері бірдей, дәрежелері бар сандар теңдіктің екі жағында пайда болды. Негіздері тең болса, онда дәрежелері де тең болады. Дәрежелерді теңестіру арқылы уақытты табамыз. 3-ға тең, яғни көбейтіп шығаратын болсақ, жауабы 17190 жылға тең екен. Олай болса, осы шығарылған есептерді қолдана отырып, үй жұмысы 18-ші жаттығуды шығарасыздар. Сау болыңыздар балалар, тыңдағандарыңыз үшін рахмет.